Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мисс Молли Кизет. Достар, бүгін 19 сәуір, менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео менде менің сөмкемде не бар деген видео болады. Өткен видеода сіздер көп сұрадыңыздар менің сөмкемде не бар видеосының екінші бөлімін түсірші деп. Мен сол себептен де екінші бөлімін түсіріп отырмын. Мінеки, бұл менің сөмкем. Мінеки, осындай рюкзак сөмке болғанда асылып алуға болады. Және де жабылады. Бір иықты етіп асылуға, дәл осылай асылуға да болады. Өте ыңғайлы. Бұны маған анам туған күнде сыйлаған болады. Ендеше бірінші ішінде не бар екенін көрсетейін. Бірінші мына қалтасында ештеңе жоқ. Бұл жай ғана осындай замок тұрады. Кейін ол осылай ашылады. Және де мына жерінде не бар екенін көрсетейін. Бұл жерінде бірінші айна. Осындай өткен сөмкемде жасыл айна, бұда басқаша айна. Және де осындай сағат. Бұл магнитті сағат. Және де күміс түске ұқсас. Келесі мына қалташасын ашып көрсетейін. Ішінде. Бірінші бұның ішінде менің күнделігім. Міне осындай резинкасы бар. Сіздер қаласаңыздар, мен өзімнің жеке күнделігімнің ішін көрсетемін келесі видеода. Және де оның жанында осындай түрлі түсті қаламсап бар. Түрлі түсті ручка. Оны маған 8-ші наурыз мерекесінде әкем сыйлаған болатын. Келесі үлкен қалташасында бірінші ол менің әмияным. Осындай қызыл түсті әмиян. Жалпы оның ішіне ақшаларымды салып қоямын. Және де осындай сулы майлық. Яғни айтқанда влажный салфетка. Келесі менің осындай менде үнемі жүретін бұл тарақ. Осындай тарақ. Және де оның ішінде маска. Осындай. Және де йод. Сіздер білетіндей, мен йоданы қатты жақсы көремін. Және де оны күнде сатып алып жеймін. Ол маған қатты ұнайды. Осымен бүгінгі менің видеом аяқталды. Осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Бұл видео ұнаса подписаться етіп, арнама тіркеліп кетіңіздер. Лайк басыңыздар. Егер тіркелген болсаңыз, колокольчикті басып кетіңіз. Осы колокольчик арқылы сіз менің видеоларымды жібермей көре аласыз. Бүгінгі видео аяқталды.